Кейбір қыз-келіншектерге ана болу бақыты бұйырмай жатады. Ал отбасының ұйытқысына айналған, шаңырақтың шаттығы болған кішкентай сәби болмаса, отбасылық өмірдің де мәні мен мағынасы жоқ. Қаншама жанның жүрегіне үміт отын ұялатып жүрген жанашыр жан Қазақстандағы алғаш денеден тыс ұрықтандыру лабораториясы Экомед емханасының негізін қалаушы және жетекшісі Салтанат Байғошқарова бүгін менің сұхбатымда. Қайырлы күн, Салтанат ханым. Қалыңыз қалай? Сізбен бүгін сұхбаттасуға өте қуаныштымыз. Алғашқы сұрағымызды сізге осы салаға қалай келдіңіз? Бұл салаға жаңағы не итермеледі? Осы сұрақтан бастасақ. Иә. Енді бұл сала деп отырғанымыз репродуктология саласы ғой. Иә. Жалпы мен медицина саласына өзім сүйіп келдім. Өйткені кішкентай кезімнен арманым дәрігер болатын. Енді сол медицинаның ішінде көптеген салалар бар. Соның ішінде осы бедеулікті емдеу саласына келген себебім, өзім бедеулікпен бетпе-бет кездескеннен кейін өмірде, үйленгеннен кейін 7 жыл баламыз болмады. Сол үйленген күннен бастап, үйленердің алдында да суық тигізіп алып, соның зардабын қатты шектім. Соның арқасында енді осы бір жағынан енді ол да бір сынақ шығар, Құдайдың берген. Егер мысалы мен өзім бедеулікпен ауырмағанымда, бұл салаға мүмкін бет бұрмас едім, медицинаның басқа саласына баратын едім. Сондықтан ол да бір енді өмірдің өзі бұйрығы деп ойлаймын. Жалпы жұмысыңыз қиын, бірақ қызық деп те айтуға болады. Қиындығы мен қызығы қатар жүретін жұмысыңыз туралы айтып беріңізші. Жақсы көресіз ба, әлде кейде шаршап кетесіз ба? Неге бұл салаға түстім деп өкінетін кезеңдер бола ма? Енді жалпы жұмыстың оңай болмайды. Қай салада болсын, қай мамандық болсын, өзінің қызығы менен шыжығы болады. Сондықтан бірақ адам өзі сүйіп қаласа мамандығын, оның бәріне төтеп бере алады деп ойлаймын. Ал енді өте қиын кезеңдерден өттік. Өйткені біз ең алғашқы осы саланы ашып Қазақстанға жол салғандықтан бізге өте қиын болды. Өйткені ол заманда 90-шы жылдардың бастарында қиын кезеңдің, кеңес дәуірінің құлаған кезі, егемендік алған кезіміз Қазақстанның жаңадан ғана ол кезде керемет технологияларды келтірмек тұрмақ, оны мүмкіндіктер болған жоқ. Қазіргі медицинаның мысалы деңгейімен ол кездегі жермен көктейтін. Сондықтан ол кезде ол бір революциялық жаңағы кезең болды деп айтуға болады. Бедеулікті емдеудегі ең керемет өткен ғасырдың жаңалығы бұл, осы экстракорпоральды ұрықтандыру болып есептеледі. Енді қиындықтары көп әрине, өйткені қиындық неден басталады? Ол бедеулікті емдеу ол бір күндік мәселе емес. Көбінесе бір ай, бірнеше ай, кейде жылдар бойы емдеуге тура келеді. Өйткені әр әйелдің организмі әртүрлі. Оның үстіне бізге келетін кісілердің көбісінің организмі тозып келеді. Әбден 10-15 жыл дәрігерге қаралады, емшіге қаралады, әйтеуір елдің бәріне бірдей, мысалы Алматы, Астанада тұра бермейді ғой, мысалы маман дәрігерлерге қол жетпей жатады дегендей болмаса, әркімнен бір анда емделдім, мында емделдім деп жүгіріп жүріп әйтеуір уақыт өткізеді. Бір жағынан қазақтың ылғи кешігіп жүретін әдеті де бар. Жарайды, кейін барам деп. Сондықтан бұл әйелдің жасына байланысты тікелей бедеуліктің емдеудің нәтижелілігі. Неғұрлым әйел жас болса, неғұрлым әлі организм тозбаған болса, тезірек ана болу, әке болу бақытына жетеді. Жігіттің де жасы, мысалы ұлғайған сайын сапасы төмендейді, ұрықтарының екеуінің де. Сондықтан ай сайын әйел бала көтере бермейді, табиғаттың өзінің заңы сондай. 20 жастағы әйелдің өзі бір айда бала көтеру мүмкіндігі 10-15% ғана. Жасы ұлғайған сайын ол 2 есе 3 есе төмендейді. Сол себепті
бізде емді бірденнен келіп, ол емделіп кете алмадым, мысалы нәтиже ала алмадым деп күйзелетін кісілер көп. Олардың бәріне түсіндіріп, оны психологиялық тұрғыдан қолдау жасап, түсіндіріп, оны сауаттылығын ашу оңайға тимейді. Сол себепті қайсымен жеке-жеке жұмыс жасау. Олар күйзелісте болады. Тіптен жүкті болғанның өзінде біреуде егіз болып жатады, біреуде үшеу болып жатады, біреуде жатырдан тіс жүктілік болып қалып операцияға түсетін жағдайлар болады, қан кетіп жататын жағдайлар болады. Соның бәрі қуанышыменен реніші қатар жүретін жұмыс. Бұл жұмысқа ешкім бізді мәжбүрлеп алып келген жоқ. Бұл саланы жақсы көретін, осы салаға осындай қиындыққа төтеп беріп, еңбектенгісі келген жастарды мен таңдап, солардың ішінен іріктеп, ағылшынша жақсы білетін, және де мынау қазіргі кезде болашақ бағдарламасымен шетелде оқыған, университетте президенттік стипендиат болған жастардың ішінен таңдап аламын. Өйткені жастардың болашағы зор, осы мамандықта да, жалпы медицинада да. Бірақ бұл саланы таңдап, осыған төзетіндей, психологиясы келетіндей, пациентке жігер, күш, қайрат беретіндей, сондай сөйлей алатындай, бір жағынан ақылы да мықты, ақылы да жұмыс істеу керек, мимен де жұмыс істеу керек, қолмен де жұмыс істей білу керек, және тілмен де, және де адамды сезіне білу керек. Сондықтан өте қиын жұмыс деп айтуға болады. Өйткені бұл жерде мысалы жалпы енді гинекологияның басқа салаларын алсаң, бәрі де қиын ғой, акушерство гинекологияның. Енді хирургтарда нақтылық бар, стоматологтарда нақтылық бар. Мысалы, өйткені олар не істеу керек екенін қазір біледі, кеседі, немесе жұлады, тігеді, одан кейін бір апта 10 күн емдейді, содан кейін жазылып кетеді көбінесе. Енді ол жерде де өз қиындықтары жеткілікті, баршылық. Мысалы, бала туғызуда гинекологтар перзентханада туғызады, әйтеуір туғызады. Енді 9 ай дайын тұрған кезде енді ол міндетті түрде бәрібір туады ғой әйтеуір. Не өзі шығады, немесе жаңағы кескін арқылы шығады. Сондықтан ол жерде нақтылық бар. Біздің жұмыста нақтылық аз, өйткені мүмкін деген сөз көп. Өйткені өзіңіз жаңа естігендей, табиғаттың өзі солай жасап қойған. 12 айдың ішінде әйтеуір дені сау жастарда бір рет жүктілік болу керек. Мысалы, 12 айдың ішінде. Яғни бір айда 10-15% ғана, 20% ғана мүмкіндік бар. 15 орта шамамен алған кезде. Ал енді бізге келіп емделген кезде 100% біз қалай кепілдік бере аламыз, егер жаратылыстың өзінің заңы сондай болса. Сол себепті оның үстіне бізге ол жаңағы 20-дағы жастар келіп отырмайды ғой. Көбінесе 35-45-тегі әйелдер келеді, оларда ұрық тапшылығы болады, ұрықтың сапасы төмен. Сондықтан оның үстіне бұлай жалпы аурулары да болады. Бізге келгенше қаншама жыл емделген кезде қаншама дәрі денесіне сіңіп, оның кері әсері болады мысалы. Сондықтан өте қиын жұмыс. Мен біздің жұмысты кейде салыстырғанда альпинистің жұмысыменен салыстырам. Өйткені мен айтам, альпинистерге ешкім айтпайды, тауға барып шық, біз саған риза боламыз, қол шапалақтаймыз, сол жаңағы қиындықтарын біле тұра, мысалы, сол альпинистер өздері барады, мысалы, өз еркімен барады, өздері шығады, өздерін өзі риза болады. Әйтеуір журналистер жазып жатса, енді бәлен шыңға шықты деп. Ал бірақ ол жерде қатып қалатын шығар, мүмкін құлап өлетін шығар. Тәуекелге барады. Тәуекел деп барады. Сол сияқты біздің жұмыста сондай тәуекел. Бұл жұмысқа баратын мамандар сол тәуекелмен әбден батыр адамдар барады деп айтам. Өйткені аналитикалық жұмыста бұл көп ойлану керек, көп толғану керек, көп психологиялық көмек керек пациентке. Ол әйелдің ішіндегі, мысалы, ұрықты біз көзбен көріп алғанның өзінде экстракорпоральды ұрықтандыру. Оның ертеңгі күн дамып кете ма, дамымай ма, ол организмге салғаннан кейін эмбрион керемет болып балаға айнала ма, айналмай ма, ол екі талай. Өйткені жаратылыстың заңы сондай. Сол себепті бізге мысалы емтиханнан жығылған
жас түлек сияқты пациенттер болмай қалса жылап жатады, жер тоқпақтап кейбіреулері. Кейбіреулер енді өздеріне сабырлыққа шақырып, әйтеуір шыдаммен қарайтындар, бірақ ондайлар аз. Көбінесе жаңағы қатты күйзелісте болады. Сол күйзеліс дәрігерге де беріледі. Өйткені дәрігер, мысалы, әр әйел өз басын ғана ойлайтын болса, өз басын ғана, өзінің ғана жағдайын. Дәрігер жүздеген, мыңдаған пациенттің бүкіл тарихын өз басынан өткізіп, біреуінде болмай қалып жатады, біреуінде болып жатады. Кәдімгі өмірдің бір айқасы. Соның бәріне төтеп беру дәрігерге де оңай емес. Сіздердің де көңілдеріңіз құлазып қалады? Әрине құлазиды. Ал енді екіқабат болса, тіптен біз бірге уайымдайсыздар. Анамыз ұл тапқандай дейді, қазақта сөз бар ғой, сондай боламыз мысалы. Сондықтан тіптен кейде біз пациенттен гөрі біз қатты қуанамыз. Сондықтан бір пациентке бір бала жасап беру үшін азап жұмыс. Ол үшін әр орталықта мысалы 60, 70, 80 адам жұмыс істейді. Тек қана сол әрбір пациентке отбасыға бала әйтеуір сыйлау үшін. Оның бәрі, оның үстіне қазір қаражат көп кетеді, заман қазір мысалы. Өйткені бізге барлық қазіргі қарап отырсаңыз, құрал жабдықтың бәрі шетелден келеді, бәрі валютаға келеді. Ол валюта бағамы өскен сайын біз амал жоқ өсіруге тура келетін жағдайлар болады, бірақ соның өзінде біз мысалы өзіміздің еңбегімізді әлі де қатты бағалап, қатты өсіруге мүмкіндік жоқ, өйткені жалпы халықтың жағдайына қараймыз. Бірақ енді дәрі-дәрмек бәрібір өсіп жатыр, олар бізден сұрамайды, өйткені шетелдің мамандары, шетелдің адамдары, олар ақшасы жоқ болса, мысалы, ақшаның жоқ екен деп ешкім көмектеспейді ғой. Немесе сіздерде енді халықтың мысалы бәріне қол жетімді емес екен деп оның бәрін арзандатып тастамайды ғой. Өйткені олардың шығаратын дәрілері, дәрі-дәрмегі барлық жаңағы тіптен эмбриондарды өсіретін бүкіл құрал жабдықтың бәрі, мысалы, бүкіл дүниеде олар Америкаға да сол бағамен сатады, бізге де сол бағамен сатады, мысалы. Ешқандай жеңілдік жоқ. Сондықтан бізге ол жағынан өте қиын. Әсіресе пациенттер келген кезде, мысалы, бізге дәрігерге келген кезде тек қана аурумен, сол проблемасымен келсе ғой. Онда бізге жеңіл болар еді. Олар бүкіл психологиялық проблемасын алып келеді. Үйінде не болып жатыр, жаңағы күйеу қорқытып жатыр, осы айда екіқабат болмасаң онда кетесің, шығарып жіберемін, басқа еле аламын, немесе ата-енесі ұрсып жатыр, немесе қайын-апасы. Қазақта негізі әйел адам өзі шешпейді, көбінесе жаңағы бүкіл туған туысқандары қосылады ғой осы мәселеге. Сол жағынан қиын. Содан кейін финанс мәселесін, ақша мәселесін жылап отырып айтады. Менде ақша жоқ, жетпейді. 300 мың теңгенің өзі маған ол үлкен ақша деп, оның бәрін түсінесің, өйткені 40-50 мың теңге, 70-80 мың теңге айлық алатын адамдар, мысалы, әрине оның бәрін түсінесің. Өйткені, мысалы, біз өзіміз осы салада жүргенде ел ойлайды, мүмкін керемет бәрі де енді ақшаның астында қалып жатқан шығар деп. Негізі қарап отырсаңыз, біз тапқан, таянған ақшамыздың бәрін құрал жабдық, біздің мамандарды оқытуға, жаңағы шетелден мамандарды әкеліп біздің мамандарды оқытуға, мысалы, басқа да осы жердегі мысалы ғимараттар жабдықтау, электроэнергиясы, бензин бәріне төлейміз ғой, суға да төлейміз, мысалы. Ештеңе тегін келмейді. Тегін келмейді. Оның үстіне жаңағы жалақысын беру керек, еңбек ақысын қызметкерлердің. Олар керемет маман болған сайын олар да көбірек ақша алғысы келеді, өйткені күндіз-түні осыған беріліп істегеннен кейін шетелдің дәрігерлермен айырмашылығы, мысалы, шетелдің дәрігері ешқашанда пациентке өзінің телефонын бермейді. Мысалы, біздегідей дәрігерлер қол жетімді емес. Мысалы, бізде кез келген уақытта пациент әйтеуір бір туысқан арқылы ма, телефонын тауып алады, әйтеуір телефонын сұрап алады, мазаңдалады, мысалы, үйтіп жатырмын, бүйтіп жатырмын, тіптен мына дәріні қалай ішушем, ұмытып қалдым,
адрестеріңіз қандай еді, мазалай береді. Дәрігердің де енді сыйлау керек қой, мысалы дәрігерді де қол бала емес қой ол. Сол себепті қарап отырсаңыз, шетелдің мамандарына, Европа мамандарына біз қызығамыз. Олар өйткені жұмыс істеген кезде осы жұмысты істейді, бірақ ешкімге телефон бермейді. Өзінің уақытысынан кейін ол ешқашанда ешқандай телефон көтермейді да, бермейді да, ондай тіптен түсінігіне де кірмейді. Олардың пациенттерінің де және дәрігерлердің тіптен бірақ телефон беру мүмкін, бүкіл клиниканың мысалы кезекші телефон. Осындай жағдайда мысалы осында звондауыңызға болады деп телефон соғыңызға. Сондықтан олар Европаның пациенттері дәрігерге келіп бүкіл психологиялық проблемасын айтпайды, ол үшін психологқа барады. Өз маманы бар, әр саланың. Ақшасының проблемасын айтпайды, өйткені білет, ақшасы жоқ болса ол қабылдамайтынын білет. Бізде кәдімгі енді не деуші еді жаңағы бүкіл проблемасын артып қойған кезде шашыңа қарады, шынымен де шаршайсың, өйткені ойлайсың, шіркінай, бұл кісі ол жағын айтпаса, біз тек қана медицинаны жасасақ, біз тезірек жылжыр едік, тезірек нәтиже алар едік. Сондықтан барлық пациенттер олай деп айтпаймын, бірақ та басым көпшілігі сондай, басым көпшілігі. Ал қазір осы орталықтан қанша отбасы балалы болып шықты? Сіздер статистика жүргізіп отырсыздар? Иә, орталықтарда бізде көп, бізде қазір 7 орталық бар. Біздің мамандар одан да көп, бір 15 орталықта жұмыс істеп жатыр. Жалпы Қазақстанда қазір осы жаңағы біздің осы экстракорпоральды ұрықтандыру әдісімен туған балалардың саны 15 мыңнан асты деп жатырмыз. Ол жалпы біз тек қана экстракорпоральды ұрықтандыру емес, бүкіл осы келген жұбайларды ол тек қана ол әдіспен емес, жалпы бедеулікті дұрыс емдеу, дұрыс диагноз қойып, басқа да әдістерменен дүниеге бала алып келіп жатырмыз. Сондықтан енді біреулер ойлауы мүмкін, тек қана бұл кісілер экстракорпоральды ұрықтандырумен айналысады. Жоқ, олай емес. Өйткені біз бедеулікті емдеу, зерттеу орталығымыз. Сондықтан біз қазір Алматы, Астана, Шымкент, Атырау, Тараз, Ақтау және Қызылордада қазір ашып жатырмыз. Алғашқы кезде біз кішігірім медициналық орталық етіп ашамыз, өйткені әр орталықты ашуға 2-3 жылдай уақыт кетеді. Мамандарды дайындау керек. Ол мамандар біздің Қазақстанда тапшылық, осы репродуктолог мамандар. Оларды дәрігер гинекологтардың ішінен таңдап алып, жарамды деген жастардан осы оның үстіне құлшынысы болу керек қой. Мүмкін оның барлық жағынан керемет білімді болуы мүмкін, бірақ бұл салада істегісі келмейді. Мысалы, мен өзіме маман таңдаған кезде сөйлесем де бірденен түсінем, бұл біздің салаға жарайды, жарамайды деп. Өйткені кейбір мамандар бар, дәрігерлер, олар таза хирургияның мамандары, мысалы, жаңағы нақтылық демекші, жаңағы нақты операция жасап, сонымен тез қысқа мерзімде пациентті емдеп жіберіп отыру, немесе бала туғызып жіберіп отыру, мысалы, сондаймен айналысқысы келетіндер де бар, және де өзінің психологиясы соған қарай бейім. Сөйлемейтін адам қалай репродуктолог болады? Пациент жылап отырса, оған үндемей отырсаң, немесе энергияң аз болып, өзі шаршап отыратын кісі болсаңыз, ондайлар болды, менде қателіктер болды. Пациент жаңағы маман дайындаған кезде, мысалы, керемет жақсы адамгершілік қасиеті бар, білімі өте жақсы, сондай мамандарды алдым, бірақ кейбір адамдардың энергиясы жетпейді, өзімен өзі шаршап жүреді, немесе жаңағы пациент жыласа ашуланып, немесе қосыла жылайды, немесе ашуланып ұрсып тастайды, мысалы. Түрлі-түрліден өттік. Сондықтан оны қазіргі кезденді сондай көп өмірлік және кәсіби тәжірибе жинағаннан кейін қызықтары да, қиындықтары да болып тұрады дейсіз ғой. Ал енді жақсы, сіздің жұмыс салаңыз, қызметіңіз белгілі. Ал көпшілікке сіздің өмірлік ұстанымыңыз қандай? Болашаққа басқа бір мақсаттарыңыз бар ма? Мүмкін сіз дәрігер болмағанда қандай маман иесі болатын едіңіз? Мен ойлаймын, не дәрігер болатын едім, не бір саланың басшысы болатын едім, бәрібір. Сол төменнен бастап, мысалы. Өйткені
жоғары қарай ұмтылуға мен әрқашанда тырысатынмын. Өйткені мен үшін ол бір биік лауазым емес, мен үшін мысалы бір кәсіптің шебер маманы болу сол маңызды. Өйткені қазіргі заманда да сол жастарға айтатыным, ол міндетті түрде жаңа бастық болу. Бұрынғы кезде бізді кішкентай кезімізде ұлдарды әсіресе солай деп үйретті ғой қазақта. Бастық болу керек, менің балам бастық болады, бастықтан басқаның бәрі адам емес сияқты сондай болатын. Ал қазіргі кезде заман өзгерді. Қазіргі кезде көптеген мамандықтар жойылып жатыр. Қазіргі кезде мысалы жойылмайтын мамандықтар бар мысалы. Соның шебері болса, болмаса жаңа қазіргі кезде заман өзгеріп келе жатыр. Мынау программдық технологиялар, IT технологиялар дейміз ғой, сол сала біздің салаға да қатты әсері бар қазір. Мысалы қазіргі жастарды мен алған кезде көбінесе сол IT жаңағы сауаттылығы бар, компьютер білетін, программалар түсінетін сондай жастарды алуға тырысып жатырмын. Өйткені болашақта дәрігерлер ол компьютерсіз жұмыс істеу мүмкіндігі мүлдем болмайды. Мысалы қазіргі кезде қолдан жасалған интеллект мысалы сол туралы көп айтылып жатыр. Сондықтан енді бәрібір мен өз саламның шебері болатын едім деп ойлаймын. Қай салаға барсам да кәсіби маман боламын, шебер боламын. Әрине, өйткені мен сүйіп баратын едім, ол саланы бәрібір соған ұмтылып баратын едім, және де барғаннан кейін ол міндетті түрде мен оны беріліп жұмыс істейтін едім, және де ол мәселенің бір биігіне жететін едім деп ойлаймын. Ал өмірлік ұстанымыңыз қандай? Қандай қағидамен өмір сүресіз? Енді мен барлық нәрсе тәрбиеден деп ойлаймын. Мысалы ата-анаңнан, тәрбиеңнен бірінші. Өйткені қазіргі кезде мысалы жауапкершілікті көбінесе өкіметке тастайды ғой, артып қояды ғой. Өкімет кінәлі, мектеп кінәлі, балабақша кінәлі деп мысалы баласы дұрыс тәрбиеленбесе. Негізі меніңше ата-ананың тәрбиесі, отбасының тәрбиесі ең маңызды. Сондықтан енді менің әкем көбінесе әкем тәрбиеледі. Енді атам тәрбиесін көрдім, әжемнің тәрбиесін апа дейтінмін, ол кісілердің тәрбиесін. Өйткені олардың бәрі адалдыққа, еңбекқорлыққа, шыдамдылыққа үйретті. Осы. Және білімділікке. Өйткені сол кезде енді ол кезде қазақ тілі мен орыс тілі ғана болды ғой. Неміс тілін оқитынбыз мектепте. Ағылшын деген тіптен жоқтың. Сонда барлық ел орысша үйренуге тырысты ол кезде. Өйткені негізгі білімнің көбісі жаңа кітап орысша болатын. Жұмысқа энергияны қайдан аласыз? Жұмысқа деген күш қуатты? Бірінші энергия меніңше әр адамға өз табиғатынан беріледі. Әр адамның өзінің бір энергиясы бар. Мысалы, біреулер баяу жұмыс істейді, бірақ тынымды жұмыс істейді. Біреулер мазасыз шапшаң, бірақ бүлдіріп істейді, мысалы. Әртүрлі болады ғой енді. Мысалы, холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик деген мысалы 4 жаңағы жоғарғы нерв жүйесінің сондай бір талдауы бар физиологияда. Сол сияқты енді менің энергиям, мен ойлаймын, енді жаратылыстан берілген энергия. Энергияңыз көп адамсыз ба? Негізі энергиям көп, бірақ енді уақыт келе азаяды ғой. Менде жас ерекшелігіне байланысты әрине азаяды, бірақ бәрібір энергияма, мен қазіргі энергияма жастар ілесемейді. Мен мысалы айттым, істеп қойдым. Олар ойланып, толғанып, оған жеткенше өте шапшаң. Мысалы мен қарап отырсаң, байсалды адам сияқтымын былай. Ал бірақ жүрісімде, ісімде өте шапшаң. Сондықтан жолдасым айтады, күйеуім, бір мазасыз адамсың, тегі миыңда идеяға толы, энергияңда таусылмайды екен. Мен айтам, көзің тигізесің. Айтпашы өйтіп деп. Сен деген жаңа күні бойы энергияң тасиды, одан кейін түні бойы тасиды. Бұл не деген бәлесін деп маған ұрсатыны бар. Шаршатасың сен мені. Түске дейін ол кісі таңертең ерте тұрады да, түскі айтқанға шейін жұмыс істеп, одан кейін шаршайды мысалы. Ал маған айтады, сен деген мазасыз, тынымсыз адам екенсің, елге де маза бермейсің, елдің бәрінің жұмысын істеп қоясың, жаман үйретіп жастарды мысалы айтып үлгермейсің, өзің істеп бітесің. Содан кейін енді ел жаңағы сенің артыңнан ілесуге шаңыңа ілесемейді деп күледі.
Ал кез келген адам болғаннан кейін түрлі күйзеліске ұшырап тұрады, мысалы. Сіз шығармашыл адамсыз ба? Мүмкін бойыңыздағы стрессті қалай жеңесіз? Түрлі күйзелістер болуы мүмкін ғой. Мысалы, сіздің алдыңызға пациент келсе де, болмаса отбасылық жағдайға байланысты деген сияқты. Стресстен қалай құтыласыз? Ой, мен стресстен қалай құтыламын деп айта алмаймын, өйткені стресстен енді адам болғаннан кейін енді әртүрлі өзіңді өзің ұстауға тырысасың. Өйткені алғашқы кезде мен әр пациенттің жылаған тарихын айтып, үйге келіп соны жыр қылып, оны уайымдап, жылаған кезінде қосыла жылап алып, үйге келіп соның бәрін айтып отыратын. Күйеуім шаршаған болу керек, бір күн айтты, соның бәрін айтпашы. Оны әр қайсысын айта берсін, ол не деген сұмдық, мынау жаңағы сериал сияқты бітпейді. Сен өзіңді өзің кішкене қолға алсашы, өйткені сен де мәңгілік емессің ғой. Ертең сен жоқ болып кетсең, мысалы, ертең келіп сол әйелдердің балалары туған сенің басың ақтасып көктасып қоймайды ғой. Сондықтан сен бізді де ойласашы, отбасыңды ойла, балаларыңды ойласашы. Не деген адамсың өзің? Желініп, соны уайымдап, сен не Құдайдың рөлін атқарып болғың келіп отыр ма? Құдайдың бір жер осы жерде айтатыны жаңағы Құдайдың рөлін атқарып отырсың ба дейді. Сен неге оның бәріне міндеттісің дейді да, жаңағы мен осылай істеуім керек, мен көмектесуім керек, ананың ақшасы жоқ, мынаның баласы жоқ, мынаның ақшасы да жоқ, баласы да жоқ, жағдайы жоқ, денсаулығы жоқ деп, соның бәрін неге сен үлкен сондай жауапкершілік аласың? Ол Алланың өзі осындай жағдай жасап отыр, мысалы. Құдайдың өзі беріп тұрған жоқ оған. Енді шамаңның келгенше адами тұрғыдан маман ретінде көмектес, адал көмектес. Бірақ одан ары қарай өзіңді өзің жеме деп ұрсатын болды. Менің негізгі психологым бірінші әкем еді, одан кейін жолдасым, Батыр деген жігіт, атына сай. Ол кісі кәдімгідей кейде сілкілеп ұрсып тастайтыны бар. Соның өзің бірден несін жинайсың, басында көнбейтін. Жоқ, мен бәрібір көмектесуім керек, ол бәрібір мен жеңуім керек, ана проблеманы былай істеуім керек деп, бірақ ол барлық нәрсе менің қолымда емес қой. Сондықтан Алланың дегені ғой. Сондықтан бұл жерде жауапкершілікті біз аламыз маман ретінде, бірақ бәріне жауап беру мүмкін емес. Адам болғаннан кейін. Әрине, ол әр адамның организмі әртүрлі, әр адамның жаңа жағдайы әртүрлі дегендей. Қатты адамсыз ба? Негізі көбінше сырт бейнеңіз сіздің бір қаттылыққа, бір сондай ашушаң адамға солай мысалы келеді да, көбісі сізбен мүмкін жақын сырласып бір әңгіме айтпағаннан кейін шығар. Ал мен қазір сізге көзім жетіп отыр, ашылып әңгіме айтқаннан кейін сіздің бір сондай бір мейірімді, шынымен жанарыңыз сондай жылулыққа толы екендігін байқап отырмын. Көбінше қандай комплименттер естисіз? Мен көбінесе кейде менің балам айтады, үлкен балам айтады. Жолдастарым айтады дейді, достарым көрген кезде. Ойбай, мамаң қатал ғой, қиын адам сияқты деп. Әкең сондай бір сабырлы, керемет, сондай жаны шуақ, сондай бір керемет, мейірімді адам сияқты деп. Содан күлем дейді, білмейсіңдер сендер. Керісінше жаңағы, анам өте мейірімді, кешірімді. Ал әкем мінезі қатал. Ол сырт көзге былай жұмсақ болып көрінеді, негізінде ол өте қатал адам. Анау-мынауды кешіре қоймайды. Қатал тәртіппен, кәдімгі әскери тәртіппен жүреміз оның алдында деп. Сондықтан ол менде ол түрімнің мүмкін кейде қаталдық болатын себебі ол менің мына біріншіден жұмысыма байланысты. Өйткені біздің жұмысымыз ол күліп жүретін, біз әртіс емес, біз актриса емес, мен жаңағы немесе жаңа елдің алдында күліп бүйтіп тұратындай мысалы. Біз түрім шынайы, мысалы, менің жұмысым жауапкершілігі өте жоғары жұмыс. Медицина саласы, жаңа қаншама қасірет, қаншама қайғы көремін мен пациенттердің жаңағы әңгімелерінен, тағдырынан, соның бәріне мысалы немқұрайлы қарай алмаймын. Сол себепті мен өзімнің мамандарымды қатал ұстауға тырысам, бірақ сонымен қатар олардың әрқайсының жағдайын ойлап, біреуінің үйі жоқ, біреуінің күйі жоқ, біреуінің айлығы аз, біреуінің күйеуі жоқ, біреуінің баласы жоқ, соның бәрін бір жағынан шешіп жүрем. Өзімнің осы
қол астындағы жаңағы өзім таңдаған шәкірттерімнің көпшілігіне солай көмектесемін. Келе жатып жаңағы сен қаншаға келдің деп қыздардан сұраймын ғой өзім. 27-те дейді мысалы, болды енді, тез үйлен. Тоқтат деп па? Тоқтат, енді жігіт ізде. Сен ол жігіттің жаңағы түрі әдемісін қарама, сен адамгершілігіне қара деп жаңағы әйтеуір күйеуге тигізем әйтеуір. Баласы жоқты, бала туғыздыртам. Айтып жүріп, жаңағы тіптен болмаса эко жасап өзімізде. Сөйтіп, сондай қызықтар, талай 30-дан асқан қыздар болды, менде жұмыс деген 35, 37-те солардың бәрін күйеуге бердім. Өйткені мен келе жатып, ол тек қана жұмысты ойлап келе жатпаймын, жаңағы әрбір маманның тағдырын ойлаймын. Көбінесе жетімшілік көрген мамандар көп, мысалы, анасы жоқ, әкесі жоқ, немесе әкесі мен анасынан ерте айырылған. Сондайларды сонда кейде күйеуім Батыр айтады ғой, сен не көпшілігін осы жетімдерден таңдап аласың деп. Мен айтам, енді адам болғаннан кейін, енді оның жағдайын тыңдаған кезде мен мысалы арнайы оларды таңдамаймын, бірақ солай енді кез келеді енді. Сондықтан енді мен бәрі төрт жағы түгел адамды қайдан табамын мысалы. Ол керемет маман және де төрт жағы түгел болады дейтіндей. Сондықтан менің ойымда әрқашан ой жүреді, түрімде ой жүреді, қамқорлық жүреді, жауапкершілік. Сондықтан мен ол қалай болса солай күліп, ойнап жүре алмаймын. Оны бір кезде ұстазым Валерий Здановский деген профессор бар Москвада. Ол да бізге келген кезде бір енді дастархан басында күліп, сөйлеп отырды да, кейін енді оқуға сол кісіге барсам, түрі сұсты, жұмыста сөйлеген кезде қысқаша ғана сөйлейді, артық сөз жоқ, сондай. Содан мен таң қалдым да, бұл кісіге не болып қалған деп, жаңағы, неге осындай қатал болып қалған. Кейін қарап отырсам, жұмыс сондай екен ғой. Өз мамандықтың өзі сондай. Мінез қалыптастырып береді. Әрине, ойланып жүру керек әрқашанда. Ол күліп, жайдар жүретіндей мен басқа бір басқа саланың маманы емеспін. Оның үстіне мені тәрбиелеген заманның өзі кеңес дәуірі. Ол кезде түрің серьезный болып жүру керек, түрің өте байсалды болу керек, күле берсең ол жеңілтек болып көрінесің деп әкеміз солай тәрбиелеген бір жағынан. Салмақты болу керек, сабырлы болу керек. Қыз бала деген кез келген нәрсеге көп күле бермей, жаңағы өте ойменен қарау керек деп солай ойлылыққа, ақылдылыққа, сабырлыққа үйреткен. Сондықтан шошаңдама дейді, мысалы. Шошаңдаған қызды ол кезде жақтырмайды. Енді қазір де жақтырмайды ғой енді, бірақ та оның өзі әртүрлі бар. Мысалы, жеңіл күліп жүретін табиғатынан сондай адамдар бар. Ал енді мен өйтіп жүретін кездерімде болады. Көбінесе мамандығыма байланысты мен ол қалай болса солай ашық жарқын жүре алмаймын. Ашық жарқын жүретін жерінде солай жүрем. Ал енді жұмысқа байланысты ол басшының орнында басшы, үйде ана, аяулы жар. Бірақ түнде жатып, сол ұйықтап жатып, түс көріп жатып, бір нәрселерді ұмытып кетпейін, мынаны нәрсені істейін деп түнде оянып кетіп, қасымда блокнот тұрады. Сонда жазып қоямын, жаңа ертең мынаны істеуім керек, мысалы, жоспар жасап қоямын, мынаны ұмытпау керек. Соны қарап отырсам. Ол жауапкершіліктің қиындығы ғой. Қазір өкінішке орай бізде жауапкершіліктің деңгейі өте төмендеп кеткен адамдар. Таңғы 5-те 6-да кейде сообщение жазамын, бірақ ұяламын анау өзімнің қол астындағы кісілерден ұмытып қалмайын деймін да, ертең айтқанымша ұмытып қаламын ғой. Содан кейін жазамын, кешір, түнде жазып жатқаныма енді ертең оқитын шығарсың, бірақ ананы істеу керек, мынаны істеу керек деп. Сонда қарап отырсаң, үнемі миымда идея, ой, идея деп айтып жатсыз, және өте ашық жарқын, маған керемет сұхбат беріп отырсыз. Бойыңызда басқа қандай өнер бар? Мүмкін көп жұртшылық білмейтін. Мен ба? Менде қандай өнер бар? Енді барлық нәрсені, мысалы, еш нәрседен жиреніп, мысалы, қазақта сөз бар ғой, мысалы, үйренде жирен дейді, мысалы. Көп нәрсені, мысалы, адам жасай білу керек. Бірақ барлық нәрсе адамға беріле берген емес қой, мысалы, бір салаға бір бейімі бар, біреу биге, біреуге бір өнердің түріне. Енді мен бір
өзімнің кезінде өте керемет мынау тоқуды жақсы көретінмін. Тоқуды, тігуді керемет жақсы көретінмін. Киім жоқ кез заман болды. Кеңес дәуірінде мысалы мен балалы болған 1986 жылы ұлды болдық. Сол кезде бір жөргектен мысалы жөргектің өз проблема ол кезде жоқ. Қазір айтсаң жастар сенбейді мысалы. Ол кезде ақша да көп емес, және де зат тіптен жоқ қой. Сонда бір жөргек енді 3-4 ай кішкене өскеннен кейін 3-4 айлық бала болған кезде бір жөргектен 2 ползунки жасайтын мысалы. Кесіп, жасап, соны тігіп, балама кигізіп қоятын мысалы. Күйеуіме шалбар тігіп беретінмін, куртка тігіп беретінмін, балама да жаңа комбинезон қауып қойған жаңа стёганый дейді ғой, сондай мысалы. Сондай негізі мен өте шебер тігетінмін, керемет тоқитынмын. Тоққанда енді ел кішкентай ғана заттан бастайды, тоқтаған кезде нәски тоқиды, бір кішкентай ғана бір шарф тоқиды. Мен бірінші тоқығаным пальто болды. Өзім керемет жаңағы сәнді сол кезде ешкімде жоқ, бір жасыл пальто тоқып, капюшонымен, қалталарымен, әдемілеп, белдікпен, сондай куртка тоқыдым өзіме, күйеуіме свитерлар тоқып бердім мысалы, балама да солай. Сондай қолымнан сондай нәрселер өте керемет келетін. Ол да бір шеберлік шығар енді. Негізі мен осы жұмысты бастағанға дейін тамақ жасауды үйде керемет жақсы көретін. Мысалы, інілеріме бұрын неше түрлі торттар, неше түрлі тамақтар, мен негізі өте дәмді дайындаймын. Өзім істеген тамақты өзім керемет жеймін. Өзіме керемет ұнайды, іштім мен. Әдетте айтады ғой, ой, өзімдікін жей алмаймын басқа жерде. Қыз-келіншектер солай айтады. Ал мен өзімнің, білмеймін, бүкіл энергетикамды салам ба, соған бүкіл махаббатымды салам ба, әйтеуір мен істеген тамақты күйеуім ерекше жақсы көреді. Ауырмайды оны жесе. Ал басқа біреудің дайындағаны болса ауырып қалады. Балаларым да сондай. Үлкен ұлым өскен кезде, енді ол кезде совет кеңес дәуірі болды ғой. Ол кезде жаңағы күніге неше түрлі лағман, жаңағы неше түрлі тамақ, плов болсын, ет асып, неше түрлі жаңағы басқа да тамақтар жасап, торттың, пирогтың түр-түрімен керемет аспазбын. Ол жағынан мақтанып айта аламын. Тіптен жолдас келіншектер айтатын, саған келсек, кез келген уақытта тамақ дайын тұрады. Мен де алдын ала қазын асып қоям, жаңағы нанды ашытып қоям, морозильникке салып қоям, мұздатқышқа. Келген кезде дереу жасап үлгерем ғой жаңағы бәрінде. Сондықтан дастархан жағына, о жағына өте мастер болдым. Содан кейін бау-бақша. Мысалы, көпшілік ерінет бақшада бірдеңке егуге. Мен күтім керек қой. Мен керемет жаңағы жолдасымыз екеуміз, мысалы, жер үйде тұрдық, бау-бақша өсіріп, бүкіл жаңағы помидор, огурцы, картошка, бәрі сол бақшадан, мысалы, құлпынайға шейін. Сонда үлкен ұлым өскен кезде бәрі жаңағы табиғи тамақ беретінмін, табиғи шырындар жасайтынмын. Сондай арам шөпті жұлған кезде мен, мысалы, бір кезде Үштөбеде тұрдық. Үштөбе деген қазір енді Талдықорғанның ар жағында. Жолдасым сол жерде жұмыс істеді, 1,5 жыл декретте болған кезде сонда болдым, үлкен ұлым туған кезде. Сонда ел масадан шошып, қашып жүреді, ыстықтан ашады. Мен баламды коляскамен далаға шығарамды, бақшада арам шөпті жұлып, сол күндіздің өзінде, шаңқай түстің өзінде масалар өріп жүреді ғой, соның бәрімен ол маған ол кедергі жасамайды. Әйтеуір сол еңбектеніп, еңбектің арқасында ол жаңағы бүкіл өнімді өзіміз жинап бақшадан күйеуіміз ол жағынан керемет еңбеккеш болды. Кейін енді лаборатория ашылғаннан кейін мен эмбриондар өсіре бастадым да, уақытым жетпей қалды. Сол басқа салаға кетіп қалдым. Сондықтан қай нәрсе істесем де мен өте сүйіп істедім. Сондықтан да оның барлығы нәтижелі болып аяқталады дейсіз ғой. Олай болса, біздің көріп отырған көрермендерімізге өзіңіздің тілектеріңіз болса, және қыз-келіншектерге айтатын кеңесіңіз болса,
Сонымен сұхбатымызды аяқтасақ. Енді қыз келіншектерге не айтамын? Мен қазіргі кезде бір өкініштісі. Көбінесе қазір көбісі жұлдыз болғысы келеді да, оны оңай деп ойлайды. Жұлдыз болу. Көбінесе әншілерге, актерларға, соларға еліктейді, солардың жаңағы сол сияқты болғысы келеді. Бірақ мен мысалы өзіме егер дауыс бергенде мен керемет әнші болатын едім. Дауыс жоқ менде. Мысалы сөйлегенде дауыс бар, ән айта алмаймын. Қарапайым енді дастархан басында бір айтатын жұбайлар жыры деген керемет әнді жақсы көремін, соны айтам. Ал басқа әнге онша дауысым онша келе бермейтін сияқты, бірақ та мектепте бәрібір ән айтқызатын маған. Неге екенін білмеймін, мені жаңағы шығарып ән айтқызатын жеке дауыста. Ол мүмкін енді тура қазіргі әншілер сияқты мен ән айта алмаймын әрине. Егер маған Құдай берсе, берген болса дауысты, онда мен әнші болатын едім. Өйткені онда уайымдамайтын едім, не болып жатыр, ашық жарқын жүретін едім, билеп, мен билегенді жақсы көремін. Мысалы, менің анам биші болған, мұғалім бір жағынан Шара Жиенқұловада сол кісінің тобында биші болған кісі. Сондықтан мен билеуді жақсы көремін. Бірақ өнерге сондай өзім жылы қараймын, бірақ ол қолымнан келмейді. Енді жастарға айтқым келетіні, бәрі бірдей адам жұлдыз болу мүмкін емес. Ол мысалы қазіргі кезде Инстаграмға көп уақыт жоғалтады. Сіз отырасыз ба әлеуметтік? Отырмаймын. Мүлдем отырмаймын. Өйткені мен оған қарсымын. Өйткені ол мүмкін біреуге керек шығар, жарнама үшін, мысалы, әншілерге, танымал адамдарға, маған ол керек жоқ. Маған ол тек қана кедергі жасайды. Өйткені ол уақыт алады. Мысалы, Германияда тіптен жастардың өзі осы телефон, әлеуметтік желі дегенге аса мән бермейді. Өйткені олар өмірлерін басқа нәрсеге арнайды. Мысалы, бір мақсатқа арнайды, бір кәсіпке арнайды дегендей. Сондықтан уақытын босқа олай жібермейді. Бізде аса көп осы Инстаграм, жаңағы сода отыру, әлеуметтік желіге көп еліктемеу керек. Әр адам өзінің біріншіден айтқым келетіні, өзіне ұнайтын нәрсемен айналысу керек. Жаны жақсы көретін. Иә, жаны жақсы көретін нәрсемен. Ол кәсіптің үлкен кішісі жоқ. Барлық кәсіп адамға керек, мысалы. Сол кәсіптің маманы болып, шебері болып, сол білімділікке ұмтылу керек деп ойлаймыз. Негізі қыздарға ең үлкен айтатын қыздарға айтатыным, уақытысында тұрмыс құрып, күйеуге шығып, ана болу. Және де бала туған кезде оған үлкен жауапкершілікпен қарау. Жай ғана туып қоймай, әйтеуір сен қарай сал, анасына тастай салып, анда тастай салып жүрмей, мысалы, үлкен бір жауапкершілікпен қарау. Негіз ол тек қана қызға да байланысты емес қой, тек қана қыз келіншекке, ер жігітке де. Ер жігіттердің көбісі де қазір, мысалы, жауапкершіліктен алыс. Сондықтан отбасы болу үшін ең үлкен нәрсе ол жауапкершілік. Сондықтан жауапкершілік болса, ол отбасы болады. Мен мысалы, өзім жолдасыммен, Құдай қаласа, келесі жыл 40 жыл болады. Тұрып атқаныма. 18 жастан бастап қол ұстасып келе жатырмыз. Сондықтан, сонда қарап отырсаң, ол бәрі маған оңайға тиген жоқ. Жолдасыммен осыншама жыл, мысалы, бірге тұруға. Өйткені оның мінезі сіздің де оңып тұрған жоқ. Менікі де бар. Біраз таяқ та жедім. Өйткені бәрібір ер адам басымдық көрсетеді. Сондықтан оған көне білу керек, оған мойынсұна білу керек. Өйткені мен бір оқығаным бар, Уинстон Черчилль деген атақты баяғыда өткен ғасырда Англияның премьер-министрі болды ғой. Ол кісіні білмейтін адам жоқ. Сол кісінің әйелі бірге 50 жылдан астам отасқан екен. Сонда елдің бір таңғалады екен. Қалай осындай ер адамның мінезіне сіз шыдайсыз? Ешкім түсінбейді ол кісінің мінезін. Ел басқарған кісі, мысалы, бүкіл Англияны дүние жүзінің бетіне қаратқан кісі ғой. Сонда сол айтады екен. Қыздарға айтқан кезде, қыздарға айтады екен кеңес. Никогда не заставляй мужчину соглашаться с тобой дейді. Яғни, оның айтқаны дұрыс деп, сонымен тұрып, бірақ
уақыт келе өзі әйелдің айтқаны дұрыс болып келеді. Яғни әйел дана болу керек. Әрине дана болу керек. Дана болмаса, шыдам болмаса, ол отбасы болмайды. Сондықтан мен айтам, ажырасам деген сөзді айтпау керек. Ажырасам деген сөз аузыңнан бір шығып кетсе, ол әдетке айналып кетеді, ертеңгі күні ажырасумен тынады. Сондықтан мен өткенде жолдасым айтып жатырмын, мен сенің жолың болғыш екен дедім. Өйткені мен ешқашан, мысалы, саған ажырасам деп айтқан емеспін. Өйткені мен үшін ол бір жат сөз. Қанша ашулансам да, қанша ренжісем де, қанша сөз естісем де, бірақ та бәрібір мен өз үйімде боламын. Ажырасу деген жоқ менде. Мен солай өзімді өзім солай тәрбиеледім. Сондықтан сол жағынан, содан кейін айтатыным, жігіт адамға ешқашанда намысына тимеу керек. Мысалы, ана көршінің, немесе ана досың әйеліне мынандай шуба берді, мынандай машина алды, мынандай демалыс қалып барды, салыстырма. Ешқашан күйеуін салыстыруға болмайды, ол намысына тиеді. Мен ешқашан күйеуіме олай айтқан емеспін. Ешқашан біреудің затына қызыққан емеспін. Мынандай болса екен менде деп, анау менен асып кетті ау деп, мысалы. Соны жолдасыма айтып қоямын ғой, кейде бағамды асырып өзімше. Ол мойындайды. Айтам, сенің жолың болғыштығы сол, мен сені ешқашан ешкіммен салыстырған емеспін. Пәленше бүйтіп жатыр екен, анаған жете алмай қалдық, анау бізден асып кетті деп, мен сенің намысыңа тиген жоқпын. Өйткені біз бірлесіп жұмыс істедік, бірлесіп мақсатқа жеттік, бірлесіп осы өмір бойы бірлесіп жатырмыз. Отбасылық өміріңізге бақыт тілейміз. Ары қарай сізде немере шөбере көре беріңіз. Ардақты ана болып, осылай әже болып, әдемі болып қартайыңыз. Қаншама халыққа үлкен қуаныш сыйлап жүрген ерекше жансыз ғой. Сондықтан сіздің жұмысыңызға шығармашылық табыстар тілейміз. Жаңағы келетін әрбір сізге қабылдауыңызда болған пациенттердің барлығы көңіл хошы қанып, сондай қуанып қайтсын барлығы. Өйткені мен көріп отырмыз, сіздің кәдімгідей әрбір келген, сізге қабылдауыңызға келген адамның барлығы бір үмітпен келеді. Барлығының жүрегінде бір үмітпен келеді, барлығы сізге сеніп келеді. Сондай сенімді ақтайтындай Алла тағала сізге қуат берсін, күш берсін. Сұхбатыңызға көп-көп рахмет.